Сәлем достар, сіздермен бірге Ғалым Сүлеймен және де мен Руслан Қанатбекұлы. Ассалаумағалейкум. Бүгін бізге ерекше ойын ойнағалы тұрмыз. Ол қандай ойын десеңші? Ол рухани жаңғыру стратегиясына тікелей қатысы бар балалық шағымыздың куәсі. Қазіргі таңда ұмыт болған ол асық ойыны. Біздің бағдарламаның аты асық тасық деп аталады. Тасық деген не деп ойлап тұрған шығарсыздар? Тасық деген ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғанда тапсырма деген мағынаны береді. Демек біз асық ойнай отырып тапсырма береміз. Біздің ойынның ережесі былай болады. Қазір біз қазақтың алты атар ойын ойнаймыз. Демек ортаға 5-5 асықтан 10 асық тегеміз. Және де Ғалым менің қарсыласым болады бұл ойында. Ғалым екеуміз 6 реттен атамыз асықты. Кім қанша асық ұшырады, қарсыласына сонша тапсырма беретін болады. Ендеше ойынды бастайық. Кет. Біз қазір Ғалым екеуміз 6 реттен аттық, бірақ жалпы асық 3 асық ұттық. Ол Дәлірек айтқанда мен ұттым. Ғалым ұтып тұр, шасықты 3 тапсырма ол аз оқылайын деп тұр. Сондықтан да екінші ойынды қайттан бастайын деп тұрмыз. Қайталап ойнаймыз. Отылдым. Бүгінгі ойында мен тапсырма орындамаймын. Сондықтан Русланға тапсырма орындау кезегін бердім. Тапсырманы тапсырасың ба, или ойланасың ба сәл? Ойлап басып айтамыз ғой. Ал достар, тапсырманы орындау үшін біз мега орталыққа келіп отырмыз. Ғалым енді ойланып болған шығар, қандай тапсырма беретін. Дайынсың ба? Дайынмын, айтуға, бірақ қиыны ертең мен ұтылып қалсам, сол күндер маған қайтпаймын. Айтады. 5 тапсырма. Жарайды, бірінші тапсырма кішкене жеңілдеу болсын. Алғашқы күндер болғанша кішкене баспалдақтың өзін төменнен бастаған дұрыс па? Сен қазір былай жасайсың. Қолыңа телефонды аласың. Осынан маған 20 қыздың селфи. Тек қана қыздар ма? Балдармен де? Балдармен де. Жалпы 20 адаммен селфи жасап келесің. Түсінікті шығар. Болды. Кеттік онда.
Йо-йо-йо. Вы что, не скажете или нет? Чё? Чё, видим? Валейкум ассалам.
Ол не? Видео ма? Тұншық боласат. Кем алмайды мұсылман. Қашан сіреді екенде? Алло? Әлі қалайсың, қайдасың? Ал ғалым, бірінші тапсырмаңды орындап біттім. Екінші тапсырмам. Мен енді екінші тапсырмам мега орталықтың қақ ортасына тұрасың. Жоғары қарай 10 рет қолыңды көтересің де 10 рет жерге жатып ажымай жасайсың. Келістік пе? Келістік. Кетті. Құрметті достар, біздегі минуттардың тығыздығына байланысты біз видеоларды екіге бөлуге тура келіп тұр. Біз қалған 3 тапсырманы келесі аптада көрсететін боламыз. Жіберіп алмаңыздар. Жіберіп алмас үшін достар, каналға жазыламыз, лайк басамыз, мүмкіндігінше комментарий жазып отырыңыздар. Сау болыңыздар.